Сәлем қыздар, біз бүгін хит пахлава дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қажетті заттар 700 грамм ұн, 300 грамм май, 200 грамм қаймақ, разрыхлитель, 4 жұмыртқа, жұмыртқаны 2 бөлікке бөліп аламыз, ағы мен сарысын, 150 грамм курага, 150 грамм грецкий орех, 150 грамм мейіз. Енді бөлме температурасындағы майымызды ұнға саламыз. Және де жыл токпен қаймақты араластырып, жақсылап 1 чайный ложка разрыхлитель саламыз. Майымызды жақсылап ерітіп, ұнмен араластырып, яғни бұл бізде пахлавамыздың тестосы. Жақсылап араластырып, илеп, эластичный қамыр дайындаймыз. Ал енді начинкасына 200 грамм қант пен жұмыртқаның белогы. Жақсылап миксерлейміз. Әппақ көбік болу керек, крем сияқты. Қамырымызды 3 бөлікке бөліп, жақсылап бір қалыпты қылып, не қалың емес, не жұқа емес қылып, 4 бұрышты формада 27-де 30 формасында жайып аламыз. Және начинкамызды жағып шығамыз. Греческий орех, мейіз және курагамызды салып шығамыз. Келесі бетіне екінші қамырымызды жайып аламыз. Және оған тура осылай етіп начинкамызды салып, бетіне орехімізді, мейізімізді, курагамызды сүйіп шығамыз. Үшінші тестамызды бетіне жайып қойып шығамыз. Және де оны осындай бөліктерге бөлеміз. Кесуге ыңғайлы етіп, бір жұмыртқамен жағып, 180 градустағы пешке, қызып тұрған пешке 40 минутке қоямыз. Және пісуге 5-10 минут қалған кезде жаңағы сиропымызды құямыз. Сироп 150 грамм суға 2 чайный ложка бал, 2 чайный ложка құмшекер салып араластырамыз.